Баршаңа қайырлы күн. Сендермен бірге Fast Money Forex. Біздің күнделікті саудамызға қош келдіңдер. Барлықтарыңды қош көрдік. Саудамызға кірісейік. Так, бізге бонус беріпті. Давайте алып жібере салайық. Түх, не дейді? Маркеттің ішіне сақталып тұр екен. Бірінші апта дейді. Айдың басталуымен баршаңды құттықтаймын. Енді осы ай басталғанда әрқайсысының өздерінің жолдарында ойлап жүрген заттарының барлығын немесе арман мақсаттардың барлығын орындайсыңдар деген ойдамын. Целдеріңді орындайсыңдар деген ойдамын, потому что енді айдың басы бекер бас емес. Вот. Трейдингті үйреніп жүргендер, осы айдың басынан бастайтын болсаңдар, айдың аяғына шейін нәтиже іздеп қоятындарың айдан анық. Сондықтан да бастайық. 5 минут. Ойбу, не деген ұзын мынау, менің нерв таяқшаларымнан да ұзын болып тұрған ғой. Валютный параларды қарап шығайық. Қандай нелер бар, ситуациялар бар. Қазір 1 минут мен компьютеріне очкиімді киіп алайын. Сауда ұзақ болатын секілді. Так, аудиосвечи фотосы. Очкимен не береді? Қолым істеген бей. Қазір тоса тұрыңдар. Так. Все. Бізде назарымызда қазір бір параға кірейік. Что-то ұнап тұрған жоқ, валютный паралар, ситуациялар. Так, бізде евро USD. Өздерің көріп тұрғандай ликвидностьтар шешілген. Мына жақта қазір бізде свеча разборотқа дайындалып жатыр. 1 минутқа кіреміз. Мына жақта бізде қора болып жатыр. Забор. Өздерің көріп тұрғандай осындай свечалардың формациясын мен забор деп айтамын. Пока бұл жерде әлі бірдеңе деп айту рано. Байқап тұрғандарында. Давайте бір 5 секундқа кіріп көрейік. Более-менее ошақ понятно болып тұр. Чем үстіңгі жақтан қарағанда бағаның төмен қарай ұмтылып жатқанын өздеріңді біліп тұрсыңдар ғой. Енді не істейміз? Төмендеп сделка жатқан ситуация іздейміз. Так, бізде пока закреппен жабылды. Келесі жоғары жақтағы хай. Бізде ордер блок бар. Осы ордер блокқа қарай келу керек. Келіп тип қойды, значит, оны төмен қарай кету керек. Давайте сделкамды ашып жібере салайын. Депозиттің 1%-ына. Просто чтобы біздің крупный игроктардың, біздің капитал жоғары адамдардың ордерлері орындалу үшін ордер блокқа күткім келген еді. Мен байқап тұрғанымда мияқта негізі жақсылап қарайтын болсаңдар, ордер блокқа тиіп қойған, значит, уже бағаны ештеңе ұстап тұрған жоқ. Осы біздің төмен заявка бар, осы ордер блок арқылы төмен қарай орындалу керек. Енді біздің баға төменірек түсу керек деп мен өзім зекімді аштым. Өздерің көріп тұрғандай результат. Ой. В общем, төмен қарай кетті ғой, бірақ зекім шыға ма шықпай ма, сол белгісіз болып тұр. Бұрын кішкене сәл қорлау болып тұрғаны бар енді. Мойындау керек. Так. Мияқтағы ордер блокқа тағы кеп тиді. Значит, крупные игроки накапливают позицию. Әр ордер блоктан бізде төмен ордерлер орындалу керек. Соның арқасында негізі олар табыс табады. Ал біз солардың артынан жүріп, смарт money концепциясы арқылы табыс табамыз. Өздерің көріп тұрғандай қазір бізде компрессия болып жатыр. Значит, бізде екі жақтан да ликвидность шешілу керек. Деген сияқты ситуация болды. Біз өзіміздің алдық. Өздерің көріп тұрғандай 1 минуттың ішінде $267 таза пайда таптық. И одан кейін шығып кеттік. Евро, турецкий лира, OTC валютның парасына кіреміз. 1 минуттық таймфрейм, 5 минуттық таймфрейм. Бізде баға стремительно өсіп жатыр. Какой-то цельге дейін, мияқта бізде ордер блоктар бар. Ну, хорошо, осылай. Мына ордер блокты алайыншы. Осы ордер блок бар бізде. Бағаны төмен қарай жіберіп жатқан қазір реакциямен. Біз төмен қарай кетіп бара жатқанын көрдік. Енді төмен кететін ситуацияны іздейтін боламыз. Өздерің көріп тұрғандай бізде импульс өте жоғары болған. Импульстік қозғалыс
енді қазір коррекция болу керек, хотя бы біздің осы уровеніміздің 50%-на шейін. Вот. Примерно осы деңгейлерге дейін. Так что төменде сделка аша берсек смело болады. Қазір мынау сделка закреп болғанын күтейік. Маған ол подтверждение болады төменде сделка ашу үшін. Келесі сделканы мен төменге ашады болады. 4, 3, 2, 1, все, қазір закреп болады, мен сделканы төменде ашамын. Жоғары кеткенін күтемін. О, мына осы кезде ашып үлгеру керек. Төменде өзім сделкамды. Именно қазір мен 5 секундта кіріп, саусағымның сүйкімділігінің арқасында жылдам сделка аштым. И және мен ойлаймын, что мен қазір манипуляция стадиясын алып үлгердім. Яғни бағаның өтірік жоғары қарай кеткен кезінде төменде сделкамды өте жақсы лучший точкада ашқаныма сенемін деген сияқты. Қараңдар, мен ең жоғары точкасында көрдіңдер ғой. Ең лучший точка бізде осы. Мен алдыңғы видеолардың біреуінде көрсететін тұғым сендерге қалай осындай лучший точканы ұстауға болатынын ше, ұстау керек екендігін. И мен манипуляцияны күттім да, жаңа свич ашылған кезде сделкамды ашып жібердім. Жалпы бұл мастерство. Бұл мастер шифу дейді, короче. Только мастер может делать. Так что вдохновляйтесь этим. Қараңдаршы, екінің бір мықты точкада ашамайды сделканы. Именно қара бұл мастерствоның смыслы ең жоғары жерге келгенін күтіп, ең жоғары точкадан разворот. Уже қай жерде баға төмен қарай кететінін білу ғой. Оны екінің не істей алмайды ғой, інім. Ағам, әпшем, жеңгем, көкем, тәтем. Қарсы, мынандай енді енді айтамын. $270 таза пайда. Өздерің көріп тұрғанда әр сделка ашқан сайын біздің табысымыз артып жатыр. 260, 270, 267, 270 деген секілді. Қазіргі видеода 2 сделка аштық. Жалпы негізі кішкене мне так кажется или не кажется, просто мен 2 сделкадан өзімнің обычный 4-5 сделкадан ашатын табысым тауып салған секілдімін, по идее бар ғой. Сондықтан негізі закругляться етсек болады, негізі $537 таза пайда табыс бүгінгі сессияда, бүгінгі видеода 7 минуттың ішінде небәрі. Осы 7 минуттың ішінде мен сендерге қалай мен секілді ең үлкен точкада ашудың құпиясын көрсете алдым. Түсінген адам түсінеді. Бірақ енді осылай әр жыртылған қағазды часть-частьтарымен, бөлшек-бөлшектерімен жинаған секілді болып, менің әр видеомды көріп, сендер өздеріңнен өмірлік пайдалы опытта жинайсыңдар. Сондықтан да менің әр шыққан видеом сендер үшін маңызды. Жаңадан келген трейдер болсаң, міндетті түрде арнаға тіркел, жазыл, подписаться кнопкасын бас. Одан бөлек видеоның өзін жалпылама қолдап кетуді ұмытпа. Командаға қосылғың келсе, комментарийде және описаниеде бізде сілтемелер бар. И біздің телеграм общий каналға да солай қосылу мүмкін. Барлықтарымен болған Fast Money Forex бүгінгі бірінші сессиямыз аяқталды. Сау болыңдар. Беттеріне сүйдім баршаңның.